Қайырлы күн достар, бүгін манты дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тұз, салқын су және бір жұмыртқа қажет. Барлығын жақсылап араластырып, електен ұнымызды өткізетін боламыз. Барлық ұнымызды өткізіп, қатты жұмсақ та қылмай, қатты да қылмай, қамырымызды илейтін боламыз. Илеп 20 минутқа қойып қоямыз. Салмасына тартылған ет, пияз, құйрық май салып, үстіне тұз бен қара бұрышымызды және 100 грамм салқын суымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. 20 минуттан соң қамырымызды алып, екіге бөліп, осылай домалақ пішінге келтіріп, бірдей қылып кесіп шығатын боламыз. Барлығын кесіп, осылай жайып шығамыз. İçine салмасын салып, тура осы видеодағыдай түйіп шығатын боламыз. Осылай әдемі ерекше болып шығады. Екінші рет тағы да көрсетейін. Қамырымызды бір-біріне біріктіру арқылы осылай түйіп, мантоваркамызға майымызды жағып, буға 40-45 минутқа қойып аламыз. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Достар, менің парақшама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, ұнаса лайк басып, қолдап кетіңіз. Күн сайын жаңа рецептермен бөлісетін боламын.